Сәлем. Правда или действие менің сүйікті ойыным десем болады. Ол қорқынышты және қызықты ойын, және онда мен ылғи действияны таңдаймын. Шындығын айтқанда, мен кішкентай кезімнен ойнағанмын, бірақ бұны жақсы көргенмін. Мақтанғым келмейді, бірақ бұл ойында мен монстрмын десем болады. Мені жынды деп ойлап қалуға да болады. Себебі мен ұлдардың туалеттерінде жаладым, балалардың шешінетін бөлмесіне де кірдім. 6 сынып оқушысын кездесуге де шақырдым. Әрине, бұның бәрі ақша үшін болатын. Бірақ бір күні математика сабағында Билли, яғни менің сыныптасым, правда или действие ойыны туралы сөз бастады. Және мен бұл ойында шығатынымды айттым. Бірақ ол маған сенбеді. Сонда Билли маған осындай: "Сен қазір ұлдардың әжетханасына кіруің керек болады", деді. Шынында да ол жерде есік, қабырға бәрі терезе күйінде болатын. Сосын мен "Иә, істей алам әрине" деп жауап бердім. Сосын сабақтан сұранып алдық та әжетхананың алдына келдік. Артыма қарағанда бәрі мені қолдап қолпаштап тұрды. Сосын мен кіріп кеттім. 1 минуттан соң бәрі жақсы өтті деп ойлап туалеттен шығып қайтадан сыныпқа келдім. Менің көңіл күйім көтеріңкі еді, бірақ менің мұғалімім бәрін білетін болып шықты. Ол қатты жынданды. Менің көңіл күйім де түсіп кетті, себебі ол менің сүйікті мұғалімім еді, және мен сол сабақтан өте жақсы едім. Сондықтан мен шынында да правда или действие ойын ойнамайтын болдым, және сіздерге де дұрыс ойын ойнау керек дер едім. Егер сіздер бұл видеоны аяғына дейін көрсеңіздер, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар, және көргендеріңізге назарларыңызға көп рахмет.